Анам тұрмағаны біраз болған ғой. Егесіз де етіп тұр, короче. Мына 4 бөлмелі, даңғарадай 75 квадраттық 4 бөлмелі пәтерді алады ма? 11 миллион деп тұр енді қазір. 10,5-ға бере салшы деп тұр. Өте жақсы баға. Камераны маған беріп жүр. Так, достар, бұл бізде пәтеріміздің жаңағы қонақ қабылдау бөлмесі. Енді жаңа мен айтып жатырмын ғой, осы жерге келіп сөйлесіп жатырмыз ғой. Қабырғасы былайша қарасаң теп-тегіс әдемі. Тек линолеумды ауыстырасыз, есіктерді ауыстырасыз. Мынау лоджи жағына шамалы ғана сәл ғана ремонт керек. Былайша қарасаңыз үлкен пәтер, мынау қонақ қабылдау бөлмесі, планировка жағынан мына жерде кіреберіс үлкен бір бөлме тұр. Әрі қарай кеттік. Мына жерде дәу ас бөлме бар, қарап алыңыз. Кладовка бар еще тағы. Так, мына бөлме жатын бөлмеміз біздің. Мына жағында лоджisi бар. Қараңыз, дәу лоджи бар. Так, әрі қарай кеттік. Мына жерде шағын коридор, ванна. Мына жақта туалет, жатын бөлме. И мына жақта тағы бір жатын бөлме. 4 бөлмелі пәтер небәрі 11 миллион теңгеге.